Сәлем достар, сіздермен Вилсаказ арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Super Premiere Pro қазақ тіліндегі мини курстың екінші сабағын өтеміз. Бүгінгі сабағымызда Adobe Premiere Pro бағдарламасының интерфейсімен, яғни құрылымымен танысамыз. Ішіндегі қай элемент неге жауап береді, және де не үшін Adobe Premiere Pro-ны таңдауларыңыз керек. Ол бағдарламаның басқа монтаж бағдарламаларынан айырмашылықтарын атап өтетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сабақты бастамай тұрып, дәптер мен ручка міндетті түрде жандарыңызға алып алыңыздар. Себебі бүгін жазылуы керек мәліметтер айтылатын болады. Видеоны бір көргеннен барлық мәліметті жаттайтын болсаңыздар жақсы әрине, дегенмен оны жазып алып практика жүзінде қолданатын болсаңыздар одан да жақсы болады. Ал ендеше сабағымызға кірісейік. Достар, сабағымызды жүйелеуден бастайық. Қолданатын заттарымыздың барлығын осылай жеке-жеке папкаға сақтап алғанымыз дұрыс. Видеоға өзіміз түсірген барлық видеоларды салыңыз. Музыкаға, менің мысалымда бір музыка, сіздерде көп музыка болуы мүмкін. Мақсат барлығын жеке-жеке папкаға салып алу, кейін шатасып кетпеу үшін. Premiere Pro бағдарламасының проекттеріне бөлек папка ашыңыз. Енді бағдарламаны ашайық. Бағдарлама ашылған кезде сіздерде осындай терезе шығады. Бұл жерде екі батырма тұр. Біріншісі New Project, екіншісі сіздердегі бар проектті ашу батырмасы. Жаңа проект ашудың екі жолы бар. Біріншісі осы New Project батырмасы арқылы, екіншісі File New Project. Жаңа проект батырмасын басқан кезде осы терезе ашылады. Бұл терезеде сіздер білулеріңіз керек екі жолақ бар. Біріншісі Name, яғни ашайын деген проекттеріңізге ат бересіздер. Premiere Pro бағдарламасының соңғы нұсқаларынан бастап бағдарлама кириллица әріптерін түсінетін болды. Ал ескі нұсқаларында тек латын әріптерін қабылдайтын еді. Кириллицамен жазсаңыз, бағдарлама ол әріптерді түсінбейтін еді. Екінші жолақ Location, яғни сіз проектіңізді қай жерге сақтайсыз. Менің жағдайымда мен жаңа өздеріңізге көрсеткендей екінші сабақ проект папкасына сақтаймын. Байқап қараған болсаңыздар, бұл жерде басқа да батырмалар бар, оларға тиісудің қажеті жоқ, себебі олардың барлығы автоматты түрде дұрыс қойылған. Окей батырмасын басамыз. Алғашқыда сіздерде түсініксіз панельдерден тұратын бір бет ашылады, терезе ашылады. Барлығы түсінікті болу үшін мен бұлардың барлығын өшіріп тастаймын. Тәжірибеме сүйене отырып, монтажды енді бастаған адам үшін барлық панельдер керек деп ойламаймын. Енді бастайтын адам үшін 5-6 панель бар, соларды ашып, өзімізге жұмыс орнын жаратып алайық. Ол үшін Windows батырмасын басып, өзімізге керек панельдерді осы жерден теріп аламыз. Жаңадан бастаушыға тез үйреніп кету үшін осы 5-6 панельдер бар, оны қазір экрандарыңызда көріп тұрсыздар. Осы панельдерді енді өзіміз жұмыс істеуіміз үшін ыңғайлы етіп орналастырып аламыз. Кез келген екі панельдің ортасына мышканы алып келсеңіз, сіздің курсорыңыз осындай түрге айналады. Оны мышканы басып отырып, осылай жылжытуға болады. Жұмыстың көп бөлігі таймлайн панелінде өтетін болғандықтан, таймлайн панелі қанша ұзын, қанша үлкен болса, сонша тиімді болады. Сол үшін біз проект, эффект, тағы да сіздер басқа панельдер ашқан болсаңыздар, олардың барлығын жоғарыға көтереміз. Ол үшін осы панельдің атының үстінен мышканы басып тұрып жылжытасыз. Жоғары көтересіз, өзіңізге ыңғайлы жерге қоясыз. Оң жағына, сол жағына, үстіне, астына, кез келген жағына қоюға болады. Мен үшін барлық панельдер жоғары жақта бір қатарда орналасқаны тиімді. Жұмыс орнын өзімізге ыңғайлы етіп жасап алғаннан кейін оны сақтауымыз керек болады. Ол үшін мына 3 сызықша батырмасын басамыз. Ашылған диалогтық терезеде екі сақтау түрі бар. Біріншісі ештеңені өзгертпей осы жұмыс үстелінде сақтаймыз, немесе жаңадан жұмыс атауын жазып, жаңа орынға сақтаймыз. Окей батырмасын басамыз. Байқасаңыздар, міне жаңадан жұмыс орны ашылды. Енді әрбір панельдің қандай қызмет атқаратынына жеке-жеке тоқталып кетсек. Проект панелінде сізге керекті видеолар, музыкалар, дауыстар барлығы осы панельде тұратын болады. Бұл панельге өзіңізге керекті заттарды алып келу үшін оның жолдары көп. Мен соның сіздерге екі жолын көрсетейін. Бос тұрған жерге мышканың сол жақ батырмасын 2 рет басамыз. Ашылған терезеден өзімізге керекті видеоларды немесе музыкаларды белгілейміз. Мысалы,
маған мына видеолардың барлығы керек, барлығын белгілеп жіберуіме болады. Немесе сізде егер видеолар өте көп болатын болса, оның барлығын белгілеп отыру ыңғайсыз. Сол үшін сіз сол папканы белгілеп import folder, яғни папкамен бірге көшіру, импорттау батырмасын баса аласыз. Дәл сол сияқты музыкантты солай көшірсек болады. Енді астында сізге керекті болуы мүмкін батырмаларды түсіндіріп кетейін. Біз өзімізге керек видео, музыкалардың барлығын көшіріп алғаннан кейін, бірінші батырма ол тізім батырмасы. Яғни сіздің файлдарыңыз тізім бойынша орналасатын болады осылай. Екіншісі, сізде қандай файлдар бар, видеолар, қандай музыкалар бар, барлығын ашық түрде үлкейтіп көре аласыз. Premiere Pro-ның ерекшелігі деп айтсам да болады. Мысалы, проектке осылай видеоларды үлкейтіп ашқан кезде, сіз видеоларды тез арада сізге керек па, керек емес видео ма, соны көріп шыға аласыз. Ол үшін видеоның үстіне мышканы алып келіп, басынан аяғына дейін жүргізіп шықсаңыз болды. Мына ползунок осы видеолардың размеріне, көлеміне жауап береді. Яғни үлкейткен сайын үлкейеді, кішірейтуіңізге де болады. Одан кейінгі керек болатын батырма, бағана айтып кеткенімдей, біздің проектіміз жүйелі түрде орналасуы керек. Яғни видеолары бөлек, музыкалары бөлек, фотолары болса фотолары бөлек. Ол үшін жаңадан папка ашу батырмасы бар. Бұл батырма, егер сізде файлдар көп болса, өте керек батырма. Мысалы, менің видеоларым осылай көп болса, олардың барлығын мен бір папканың ішіне сақтай аламын. Ол үшін видеолардың барлығын белгілеймін. Белгілеп, оны ұстап алып келіп, осы папканың ішіне тастаймын. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы осы батырманы бір рет басамын. Басқан кезде атын жазуыңыз керек болады. Видео деп сақтап алдық. Енді осы өзіміздің видеолардың барлығын белгілеп, осы видео папкасының ішіне тастаймыз. Одан кейінгі керек болатын батырма өшіру батырмасы. Сізде керек емес заттарды көшіру барысында импортталып кетті проектке. Сол кезде сізге керек емес заттарды белгілеп алып, осымен бір басып өшіре аласыз. Немесе өшірудің тағы бір жолы, өзіңізге керек емес заттарды белгілеп аласыз да, клавиатурада delete батырмасын басасыз. Проект панеліндегі өзімізге керек болады деген батырмалармен танысып шықтық. Бізге екінші ең керек панелдердің бірі таймлайн панелі. Бұл панельде біздің монтажымыз жасалынады. Яғни кесіледі, біріктіріледі, оларға эффекттер қойылады, сөздер жазылады. Монтаждың 80% әрекеті осы таймлайн панелінде жасалады десек болады. Таймлайн панелінде жұмыс істеу үшін біз секвенция ашуымыз керек. Секвенция ашудың жолдары көп. Оның да екі жолын мен сіздерге үйретейін. Бірінші жолы проект панеліне қайта келеміз. Бағана осы батырма жайлы айтпай кеткен болатынмын. Секвенция ашудың бірінші жолы осы батырма арқылы. Осы батырманы бассаңыз, сізде диалогтық терезе ашылады. Әзірше секвенцияны ғана түсіндіріп кетейін. Қалған батырмаларды кейін монтаж барысында үйрене жатармыз. Секвенция батырмасын басамыз. Басқан кезде осы терезе ашылады сізде. Сіздің түсірген видеоңыз қандай сапада болса, секвенцияда сол сапада ашылуы керек. Сіз егер телефонмен түсірілген видеоларды монтаждайтын болсаңыз, секвенцияның настройкасы сіздің видеоңыздың настройкасымен бірдей болу керек. Менің жағдайымда Digital SLR. Мен DSLR 1080p 25 кадр секвенциясын таңдаймын. Не үшін екенін кейінгі сабақтарымызда нақтырақ тоқтайтын боламыз. Қысқаша айта кететін болсам. Қазіргі телефондардың барлығы дерлік 1920-да 1080 форматында түсіреді. Бұл Full HD форматы деп айтылады. Одан кейінгі настройка фреймрейт. Фреймрейт дегеніміз сіздің құрылғыңыз, телефоныңыз немесе фотокамераңыз 1 секундтың ішінде қанша кадр түсіре алады. Фреймрейт 1 секундтың ішіндегі кадр саны. Менің жағдайымда 25 кадр. Осы секвенцияны таңдап, окей батырмасын басамыз. Бізде секвенция ашылды. Бұл секвенция ашудың бірінші жолы. Екінші жолы, егер видеоңыз барлығы бір камерамен түсірілген болса, кез келген видеоны мышкамен ұстап, таймлайн панеліне әкеп тастасаңыз, сізде автоматты түрде сіз түсірген камераның настройкаларымен жаңа секвенция ашылады. Мен көбінесе секвенцияны осылай ашамын. Кей жағдайларда сіздің ашқан секвенцияңыздың настройкаларымен сіз түсірген настройкалар сәйкес келмеуі мүмкін. Ондай жағдайда не істейміз? Мысалы, әкеліп видеоны қоятын болсаңыз таймлайн панеліне, сізде осындай терезе шығады. Бұл жерде сізден сұрайды, видеоның настройкалары секвенция настройкаларына сәйкес емес. Осы настройкаларды қалдырайық па, әлде секвенцияның настройкасын өзгертейік па деп. Сіз өзіңізге ыңғайлы түрін таңдаңыз.
Менің жағдайымда секвенцияның настройкасын қалдыру керек болады. Видео таймлайн панеліне қойылды. Қойылған кезде байқасаңыздар бірден монитор ашылды. Монитор арқылы біз өзіміздің монтажымызды көріп отырамыз. Таймлайн панелінде осындай көк түсті белгілер тұр. Бұл белгілер нені білдіреді? Бірінші қатардағы көк түстер сіздің видеоңыз немесе аудионыз таймлайн панеліне қойылуына жауап береді. Мысалы, менде мына бір видео дауыспен бірге басылған. Ол видеоны алып келіп қоятын болсам, дауыспен бірге қойылды. Егер сізде аудио жолағында көк түс тұрмаса, сіздің аудионыз қойылмайды, тек видео қойылады. Байқап тұрғандарыңыздай тек видео қойылды. Негізі оның аудиосы болған. Ал егер керісінше сізде видео жолағы белгіленбеген болса, видео қойылмайды, тек аудио қойылады. Сол үшін бұл қатарда екеуін де белгілеп қойыңыздар. Екінші қатардағы көк түстер монтаж барысында түсіндірілетін болады. Енді егер байқаған болсаңыздар, мен егер көп видеоларды таймлайн панеліне қоятын болсам, менде мониторыма байланысты бұл жолақтар маған көрсетілетін болады. Таймлайн панелін біз ұзартып қысқарта аламыз. Ол үшін мына бір кнопканы мышкамен ұстап тұрып, үлкейтіп кішірейте аламыз. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы сіздерде де мышканың екі батырмасының ортасында дөңгелек болса керек. Alt батырмасын басып тұрып, осы дөңгелекті айналдырамыз. Сол кезде бізде таймлайн панелі ұзарып қысқарады. Осы екі жолын пайдалана аласыздар. Тағы бір айта кететін жайт, бізде аудио жолақтардың немесе видео жолақтарды өзімізге ыңғайлы етіп, көлемін үлкейтіп кішірейте аламыз. Ол үшін осы сызықтың бойына курсорды әкеліп қойсаңыз, бізге таныс белгі шығады. Мышканы басып отырып, осылай үлкейтіп кішірейте аламыз. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы, осы жолақтың бойына келіп, alt батырмасын басып, мышканың ортасындағы дөңгелекті дөңгелетсеңіз, осылай үлкейіп кішірейеді. Бұл тек бір жолды ғана үлкейтіп кішірейту үшін. Ал барлық аудио жолақтарды үлкейтіп немесе видео жолақтарды бірдей размерде үлкейтіп кішірейту үшін Shift батырмасын басуыңыз керек болады. Таймлайн панелінде бар нәрселерді осы экраннан көру үшін мына Play, Stop батырмасын басу арқылы көре аласыздар. Жүргізе аласыз немесе тоқтата аласыз. Екінші жолы клавиатурада ұзын батырма бар, пробел батырмасы. Соны басу арқылы да жүргізе аласыз. Осы екі әдістен өзіңізге ыңғайлысын таңдасаңыз болады. Достар, интерфейске қатысты мәліметтердің барлығын бір сабаққа сыйдыратын болсақ, ұзаққа созылып кетеді. Және де ол сүйікті көрермендерді жалықтыруы мүмкін. Сондықтан интерфейс сабағын екі бөлікке бөлетін болдық. Келесі сабағымыз сіздерге түсінікті әрі оңай болу үшін бүгінгі сабақты бірнеше рет қайталаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.